Гиена-Барре синдромы бұл шеткі жүйке жүйесін зақымдайтын жедел иммундық ауру. Ол бұлшық ет әлсіздігі мен салдануға әкеледі. Бұл ауруда аномальды иммундық жауап шеткі жүйкелерді қоршап тұрған миелин қабығын зақымдайды. Қалыптыда миелин ол шеткі жүйке жүйесінде шыван жасушалары арқылы өндіріледі. Аксонды қорғайтын оқшаулағыш ретінде қызмет етеді. Және аксон бойымен әрекет потенциалының өткізу жылдамдығын арттырады. Гиена-Барре синдромында миелин қабығының зақымдалуы аксонның жүйке сигналдарын өткізу қабілетін бұзады. Ауыр жағдайларда аксонның өзі де зақымдалуы мүмкін. Бұл иммундық жауаптың нақты себебі белгісіз, бірақ ол молекулалық мимикрия нәтижесінде дамиды деп есептеледі. Яғни инфекциялық агенттің, мысалы вирус немесе бактерияның сыртқы қабатында миелин құрамындағы компоненттерге ұқсас зат болады. Гиена-Барре синдромымен байланысты бірнеше агенттер бар, бірақ ең жиі себепшісі кампилобактер жейжин. Иммундық жүйе инфекцияны анықтағанда ол осы затқа қарсы Т жасушалар мен антиденелерді шығарады. Олар өз кезегінде шеткі жүйкелер мен жүйке түбірлерінің миелин қабығымен айқаспалы реакцияға түседі. Микроскопиялық деңгейде бұл эндоневридің, яғни аксонды қоршап тұрған дәнекер тінінің ішінде қабыну инфильтраты ретінде көрінеді. Инфильтрат негізінен кіші қан тамырларынан аксонға дейін тарайтын лимфоциттер мен макрофагтардан тұрады. Иммундық жауап миелин қабығын бұзып тастайды және көбінесе қозғалтқыш жүйкелерге әсер етеді. Нәтижесінде бұлшық ет әлсіздігі мен салдану дамиды. Дегенмен, сезімтал және вегетативті жүйкелер зақымдалуы мүмкін. Тыныс алу немесе асқазан ішек инфекциясымен ауырған науқаста 1-2 аптадан соң симметриялы жоғары өрлейтін бұлшық ет әлсіздігі дамиды. Ол бірнеше апта бойы күшейе түседі. Аяқтардан басталып, әдетте жүру немесе баспалдақпен көтерілу қиындықтарымен білінеді. Кейіннен дененің жоғарғы бөлігіне тарайды. Кейде ол тез дамып, бет жүйкесін зақымдайды. Бұл екі жақты бет әлсіздігіне әкеледі. Сонымен қатар ол тыныс алу бұлшық еттерін, соның ішінде диафрагманы зақымдауы мүмкін. Бұл жасанды тыныс алуды қажет ететін тыныс жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін. Бұл өмірге қауіпті асқыну. Ол науқастардың 3-тен 1-інде кездеседі. Әлсіздікпен қатар науқастарда көбінесе рефлекстердің төмендеуі немесе жоғалуы, сондай-ақ вегетативті дисфункция немесе парестезиялар, соның ішінде шаншу, ұю сезімі байқалады. Диагноз негізінен клиникалық болып табылады, бірақ ол цереброспиналды сұйықтық талдауымен расталуы мүмкін. Цереброспиналды сұйықтық талдауында ақуыз деңгейінің жоғарылауы байқалады. Бұл жұлын түбірлерінің қабынуымен байланысты. Олар субарахноидтық кеңістіктен өтеді. Қабыну қан жүйке тосқауылының өткізгіштігін арттырады және ақуыздардың люмбальды сұйықтыққа өтуіне мүмкіндік береді. Алайда ол жерде лейкоциттердің саны қалыпты болып қалады. Ақуыздың жоғары, бірақ лейкоциттер санының қалыпты болуы альбумин цитологиялық диссоциация деп аталады, және ол Гиена-Барре синдромының тән белгісі болып табылады. Жүйке өткізгіштігін зерттеу кезінде демиелинизацияға байланысты моторлық жүйке өткізгіштігінің жылдамдығының төмендеуі анықталады. Емдеу негізінен профилактикаға бағытталған. Науқастарды тыныс алу жеткіліксіздігі дамып келе жатқанын уақытылы анықтау үшін мұқият бақылау қажет. Кейбір науқастар иммуномодуляциялық терапия қабылдай алады. Ол сауығу уақытын қысқартады. Бұған плазмафорез, яғни қаннан патогендік антиденелерді алып тастау, немесе вена арқылы иммуноглобулинді енгізу жатады. Ол антиденелерді бейтараптандырады және иммундық жауапты басады. Науқастардың көпшілігі толықтай немесе аздап қалдық белгілермен сауығады. Себебі шыван жасушалары ремиелинизация жүргізеді және аксондар қайта өседі. Алайда толық сауығу бірнеше айдан немесе бірнеше жылға дейін созылуы мүмкін. Қорытындылай келе, есе сақтайтын негізгі тармақтар мыналар. Гиена-Барре синдромы бұл шеткі жүйке жүйесінің жедел иммундық демиелинизациялаушы ауруы. Ол молекулалық мимикрия нәтижесінде дамиды.
яғни инфекциялық агент миелин мен шыван жасушаларына қарсы иммундық жауап тудырады. Ең жиі себепші агент кампилобактер джеджину. Науқастар әдетте инфекциядан кейін 1-2 аптадан соң дамитын жоғары өлейтін бұлшықет әлсіздігімен көрінеді. Әлсіздік тыныс бұлшықеттеріне дейін тарауы мүмкін, бірақ өмірге қауіпті асқыну және жасанды тыныс алуды қажет етуі мүмкін. Рефлекстер төмендейді, вегетативті бұзылыстар және парестезиялар байқалады. Диагноз клиникалық, бірақ альбумин цитологиялық диссоциация және өткізгіштіктің төмендеуі арқылы расталады. Емдеу поддерживающий плазмафорез арқылы емделеді. Көптеген науқастар толықтай сауығып кетеді, бірақ бұл бірнеше айдан жылдарға дейін созылуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет, келесі видеода жолыққанша.